Сәуле микрофон. Сауле микрофонды қос, запись включена. Включена. Все. Рахмет, Айжан ханым, рахмет. Бүгін енді шынымен де аяқ астынан маған айтылды, даже шын айтсам да дайындалып үлгермедім. Енді бар интернет деген жүйемен енді өзім қалай жұмыс жасаймын, соны бөліскеге тырысамын барлықтарыңызбен. Кеш жарық барлықтарыңызға, көшбасшылар, серіктестер, бүгінгі мінекей Zoom сабағымызға қош келіп отырсыздар. Уақыттарыңызды бөліп, бірге мінекей мен сабағыма қатысып отырсыздар. Үлкен рахмет сіздерге. Бүгін енді өте өзекті тақырып, шынымен де ол сол туралы сөз сөйлейміз. Енді ол интернет арқылы бизнес құру және мүмкіндікке қадам деген тақырыпты таңдап алған болатынмын. Енді сол кезде қазіргі кезде қарасақ, барлық интернет арқылы біз тек қана ақпарат қана алмаймыз, адамдармен де сөйлесетін құрал ғана емес деп не аламыз енді, біріншіден түсінеміз. Бұл интернет білім алуға, өзімді танытуға, және де адамдармен танысуға, әрине өз кәсібіңді дамытуға беретін үлкен алаң деп айтсақ болады, үлкен алаң деп. Бірақ та бұл жерде бір нәрсені түсінуіміз керек. Мүмкіндік ол барлық адамға берілуі мүмкін. Ал нәтиже әрекет еткен адамға ғана беріледі дейміз, келеді. Сондықтан әр күн өткен Zoom сабағында тек тыңдап қана қоймай, өзімізге нақты сұрақ қойып отыруымыз керек екен. Яғни мен кішкене жазып алғаным бар еді, енді сәл кішкене оқиын, дайындалып үлгерген жоқпын. Яғни мен бүгін естіген ақпараттың қайсысын ертең әрекетке айналдырамын деген сияқты сұрақтар болады. Алдыңғы Zoom сабағында сіздер тыңдасаңыздар, арманымды мақсатқа айналдыр, әрекетпен нәтижеге жет деген тақырыпты өткізген болатын. Алдыңғы тақырыбында мен өзім Zoom өткізген сабағымда. Енді мына жерде әр адамның өз арманы бар. Біреуі қаржылық жағдайын жақсартқысы келсе, біреуі өз уақытын өзі басқарғысы келеді. Біреуі жаңа ортаға қосылып, өз-өзін дамытқысы келетін адамдар бар. Бірақ арманның өзі жеткіліксіз дейміз. Ол арман мақсатқа келеді, мақсат жоспарға, жоспар әрекетке, әрекет нәтижеге келеді. Бәріміз оны білеміз. Сондықтан да өзімізге сұрақ қоямыз. Мен биепик бизнесіне келесі нәтижеге жету үшін бүгін қандай әрекет жасауым керек дегенде. Неге биепик бизнесіне нақты мақсат керек? Мінекей қараңыздар, сұрақ. Мақсатсыз жұмыс істеу ол бағытсыз жол жүру сияқты екен. Шынымен де ғой, былай бағытсыз жол. Көбірек, например, адамдар өз-өздеріне мақсат қояды. Көбірек табыс тапқым келеді деген. Осы компанияда биік дәрежеден көрінсем екен дейді. Біреуі өзімді дамытқым келеді, сондай мақсаттар көп. Енді өзімізді жазамыз ғой, күнде мақсаттарымызды алға қойып. Интернет жұмыс алаңымыз, шынымен де біздің күнде интернеттен жұмыс жасап жатырмыз. Яғни күнде Instagram парақшамызда, WhatsApp, TikTok дейміз, Facebook парақшаларында біз көп әлеуметтік желілер арқылы өзімізді тәжірибемізбен, өмір салтымызбен, командаға жұмыс жасап жатқан жаңалықтармен, міне мынандай керемет біздің компаниямыздың беріп жатқан мүмкіндіктері, акциялар туралы, например, күнде статусқа да қоямыз, Instagram парақшаларымызға да қойып, соны күнде көрсете аламыз, Бірақ бір маңыздысы бізде сату ғана емес, сенім қалыптастыру керек. Адамдармен сенім қалыптастыру керек. Адам алдымен сізді тану керек. Содан кейін сізге сенеді. Сосын ұсынысыңызға қызығушылығын арттырады. Сондықтан да біз күнде өзіміздің парақшамызға өзіміз туралы, яғни Инстаграмда, например, өзім туралы ақпарат беруім керек, қойым керек контенттер, командадағы, компанияда да болып жатқан өмірі жайлы, Одан кейін қаншама адамға керек пайдалы ақпараттар, мысалға мынау өнімдер туралы ақпараттар қоямыз, өзімізді жеке қалай дамытып жатырмыз, сол туралы ақпарат айта аламыз, например, қоя аламыз. Мынау командамызда, компаниямызда болып жатқан іс-шаралар,
яғни бизнес интенсивтер, осындай біздің алдымызда тұрған форум сияқты сол ақпараттарды бәрін біз осы Инстаграм парақшасына да, тиктокқа да күнде салып жатамыз, немесе жаңа WhatsApp стористарымызға. Және де мынау айтқандай жаңа өнім туралы өте көп бизнес мүмкіндіктер сияқты күндегінде осындай контенттерді жүйелі түрде көрсетіп отыруымыз керек. Интернет арқылы бизнес құру, ол өзімізді, товарымызды, қызметімізді, немесе кәсіби білімімізді онлайн кеңістікте адамдарға ұсыну дейді. Және сол арқылы табыс көзін көру, яғни бізге ол табыс көзін көру интернет арқылы бір ғана телефон керек, бізге интернет керек, білім керек, және дұрыс бағыт. Осы үшеуі. Және тұрақты әрекет, күнделікті жасатқан әрекетіміз, мінекей бізге именно керек осы құралдар қазіргі кезде. Например, бір пост салдым, болды, маған ертең ақша келеді деп жатып, ол сөз емес, конечно, бұл да бизнес. Кез келген бизнесте еңбек, тәртіп, шыдамдылық және жүйе қажет, бәріміз оны білеміз. Сондықтан да неліктен интернет арқылы бизнесқа көңіл бөлу керек? Біріншіден, интернеттің аудиториясы өте үлкен, өте үлкен. Бұрын, например, мысалға клиент іздеп, басқа енді есімізге түсірсек, бұрын компанияларда болдық, например, мен көбінесе жаңа Мереке компаниясында да болдық. Сол кезде, ол кезде интернет жоқ. Қалай біз дамыттық өз кәсібімізді? Яғни біз туысқан арқылы, яғни біз көршілер арқылы, үйді аралап, например, соның бәрін көрсеттік, шайға шақырдық, сол туралы ақпарат бердік. Ал қазір мінекей болса, барлық әлеуметтік желі арқылы өз ойыңды да және мыңдаған адамдарға жеткізе аламыз соның бәрін. Екіншіден, интернет уақытпен біздің кеңістікті, тәуелсіздікті азайтады. Интернетте мінекей шынымен де уақытымызда бізге өте көп болады, интернет арқылы. Например, мысалға таңертең эфирге шықтық, біз стрим өткіздік, 2 сағат уақытыңызды кетірдіңіз. Ойлаңызшы, бітті, сіз күні бойы боссыз, одан кейін сағат 3-терде тағы да стримге кірсеңіз, сізде қаншама бос уақытыңызда болады. Яғни өз-өзіңізге ғана тәуелді боласыз. Сондықтан да өз-өзіңе жұмыс жасай аламыз дейді. Адамдар өнімге ғана емес, сізге деген сенімін арту керек. Сондықтан да өзімізді көрсетуімізге біз қорықпауымыз керек. Ең біріншіден тәжірибемізді айтып, білімімізбен бөлісіп отыруымыз керек. Көп адам енді шынымен де мен де сөйтіп келгенмін, қалай мен тәжірибем жоқ, менің камераға қарап сөйлей алмаймын, мен сияқты қаншама адамдар отыр осы жерде, қазір көп адамдар, мен, например, қазіргі келіп жатқан партнерларымда сондай бар ішінде. Мен камераға қарап сөйлей алмаймын, мен не деп айтамын, мен өнімдер түрі ақпарат білмеймін деген сияқты. Мен де мінекей әсем наставнигім отыр, тура мен де сондай болғанмын ең басында. Қаншама уақыт жүрдім менде, мен стримге кіре алмаймын, мен тиктокты өткізе алмаймын, эфирге шыға алмаймын деген сияқты. Содан кейін мінекей көрдіңіздер, сол сияқты, мен тәжірибем жоқ, камераға сөйлей алмаймын. Менің оқырманым аз, например, тикток парақшамда оқырманым аз дейміз, мен сатуды білмеймін деп бастауға қорқып жүрген адамдар да көп, бірақ ешкім бірден маман бола қойған жоқ. Былай қараса, мен де өз ісімімнің маманы болған жоқпын, былай қарасаңыздар. Маман болып ешкім дүниеге келмейді. Барлығы үйренуден басталады, үйренеміз. Мен өзім осы эфирге кірердің алдында, мінекей, менің партнерларым да біледі, анада мен жаңадан тіркелген бір партнерім осы жерде тоже маған сөйтіп айтады, мен қалай кірем, не айтам дейді. Сонда мен өз-өзіме бүйтіп жазып алған, мынау әр өнім туралы ақпарат жазып алған болатын, интернет желісінен іздеп, құрамын бәрін. Бірақ та мен соны өзіме қолданған жоқпын. Себебі мен жазып отыра миыма сақтадым. Ал мына жерде эфирге кірген кезде тем более оқып отыра алмайды екенсің. Шынымен де солай. Содан кейін мен өз партнеріме айттым сонда. Енді былай қарасаң, оның керегі де жоқ, оказывается. Былай үйреніп, міне күнде біз презентацияларға барамыз. Күндегінде мен тикток парақшамнан өзімнен жоғары лидерлар, мінекей әсемді тыңдадым, жаңағыдай үлкен біздің лидерларымыз бриллиант дәрежесінде жүрген қазіргі, уже олар бізден бұрын келген ғой бұл тикток негізіне, осы компанияға. Сондықтан да сол кісілердің әрқайсысын естіп жүріп, әр адамның өз ақпараттарын алып жүріп, өзіме түйіп отырып, мінекей жазып отырып, әр нәрсені сөйтіп өзім ақырын мінекей осылай тикток парақшасына эфирге шығатын болдым. Мінекей оның
күнде үйреніп жүріп үйренеді екенсің өзіңді. Шынымен де мына жаңа айтады ғой, зум өткізеді, бізге презентациялар өткізеді, соның бәрі оказывается бізге керек нәрсе. Мінекей содан басталады да, үйренуден басталады. Бизнес бастау үшін ең алдымен 3 нәрсе қажет. Мінекей шынымен де ең біріншісі ол мақсат дейді. Алдыңғы мен өз зум сабағымда тоже осы мақсат туралы сөз қозғадым. Ең бірінші мақсат қоямыз. Өзіңізден сұраңыз, мен не үшін бизнес бастағым келеді? Қосымша табыс па? Қаржылық еркіндік пе? Жаңа орта ма? Өз уақытыңызды өзің басқару ма? Егер мақсат анық болса, әрекет ету жеңіл болады. Шынымен де ғой, әр мақсатымыз жазып отыруымыз керек. Екіншісі ол білім дейді. Күн сайын аз да болса жаңа нәрсе үйрену керек. Жаңа ғана мен айтып кеттім, иә? Үшіншісі ол әрекет. Көрдіңіздер ме? Әрекет. Білгеніңізді практикада қолдану керек. Біліміңмен өз нәтижеңмен енді күндегінде әлеуметтік желіде тек мен мынау өнімді алыңыз, осы бизнесқа келіңіз деп айта берудің ол жеткіліксіз адамға. Алдымен сіз кімсіз? Иә? Немен айналысасыз? Қандай құндылық ұсынасыз адамға? Адамға қандай пайдасын бере аласыз? Сондықтан да контентті бірнеше бөлікке бөлуге болады екен. Бірінші, жеке тұлға, өз өмірің. Иә, мысалға адамдар сізді тұлға ретінде қабылдап тану керек ең бірінші. Екіншісі, пайдалы ақпарат, біліміңмен бөлісу керек. Үшіншісі, нәтиже және тәжірибе. Өз тәжірибеңді, нәтижеңді де өз нәтижеңді айта отырып адамдарға, иә, біз стримда отырып өз нәтижемізді айтамыз ғой, өнімдерден қандай нәтиже алдым деген сияқты сонымен бөлісіп отырып адамдарға өзің туралы айтқан кезде сонда уже тәжірибеңмен бөлісесің. Және төртінші, команда және орта дейді. Бірге жұмыс істейтін адамдармен сол адамды таныстыру ортаңмен. Өнім мен бизнес мүмкіндігі, нақты әрі шынайы ақпарат беруіміз керек. Клиентпен серіктесті қалай табуға болады? Бұл жерде көп адамның қорқынышы бар. Мен кімге жазамын? Ол адам мені қабылдамашы, маған жоқ деп айтсашы, деп ойлағандар, иә? Күндегінде сондайға кездесеміз ғой. Егер жоқ деген жауап алсаңыз, онда сіз дұрыс ақпарат айтуыңыз емес, не болмаса сіз жаман адам болғаныңыз емес. Ол демек, ол адамның әлі қызығушылығы жоқ. Мүмкін қызығушылығы танытқан жоқ шығар әлі бұл өнімдерге. Сондықтан да қысым көрсетіп қажеті жоқ бұл келген адамдарға, иә? Алдымен ол адаммен қарым-қатынасты орнатуымыз керек. Яғни қажеттілігін, қызығушылығын түсінуіміз керек, сұрақ қойып тыңдауымыз керек. Содан кейін ұсынысымызды айтуымыз керек. Бизнес тек сату ғана емес, бизнес адамдармен қарым-қатынас құру. Көрдіңіздер ме? Дұрыс. Контентті қалай тұрақты жүргізу керек? Көп адам бір апта белсенді болады да, одан кейін тоқтап қалады. Иә? Сондықтан да қарапайым жүйе құру қажет. Яғни ол мысалы апталық жоспар дейміз. Әр күнгі мотивациялық пост салуымыз керек. Яғни дүйсенбі күні сіз мотивациялық пост салыңыз. Сейсенбі күні ақпарат, өнім туралы ақпарат қойыңыз. Үшінші күні, сәрсенбі күні, иә, командадағы жаңалықтарды салыңыз. Бейсенбі күні нәтижелер, өзіңіздің нәтижеңізді салыңыз. Не болмаса, біздің әріптестеріміздің нәтижесін салыңыз. Одан кейін жұма күні өз жеке өміріңіздің салыңыз, қызықты сәттеріне. Сол сияқты әр күнгі апталық жоспар құруымыз керек. Бұл енді күн сайын бір қадам жасау дегеніміз, иә? Қызығушылық танытқан адамдарға жеке ақпарат бере отыра, біз өзіміз презентацияға шақырамыз. Мінекей мынандай зум сабақтарымызға шақырамыз, иә? Зум туралы айтамыз, шақырамыз. Команда құрудың басты қағидасы ол тек қана адам қосу ғана емес. Қараңыздар, команда құру адамды дамыту бір жағынан. Жаңа серіктестер келгенде оған компания туралы ақпарат беру, өнім туралы ресми мәлімет беру, бизнес жүйесін үйрету, әлеуметтік желімен жұмыс жасауды үйрету, және адамдармен жұмыс қарым-қатынас жасауды үйрету, зумға қатысуды, иә, тағы да басқа іс шаралардың бәрін көрсету дейміз осы компанияға келген кезде. Үйрету. Күнделікті күнде өзіміз қандай қадам жасадық, соның бәрін біз келген жаңа партнерімізге, серіктесімізге үйретуіміз керек осылай. Сондан да сол қайталайды. Біз команда не істейді?
адам соны қайталайды. Сондықтан да лидер болу дегеніміз сен жаса деу емес, кел бірге жасайық деген. Нағыз лидер командасына бағыт береді, қолдайды және өзі үлгі болады. Дұрыс қой енді. Жаңағырақ мінекей мен өзім қадам жасап, мінекей қаншама адамдар қосып жатыр, менің лидерім мені мынау группамызда, өзіміз екі жақ группамызда мені құрметтеп, қошеметтеп, жаңағыдай бағдар беріп жатыр маған. Қандай оның жетістігімен мен бөлісіп жатыр. Мен мына жерде өзім адамдарды тіркей отырып, өзім қуанып, әр адамға өзімнің жаңағы пікірімді білдіріп жатырмын. Сол сияқты үлгі болады. Командадағы энергия дейміз, иә? Командада әр адамның көңіл күйде өзгеріп тұрады. Бір күні нәтиже болса, бір күні нәтиже жоқ деген сияқты. Бір күні бір күн жақсы көрінгенмен, екінші күні шаршап кетуі мүмкін, иә, бір әріптестеріміз. Сондықтан да осындай кезде командамыз қолдауы керек. Өте маңызды қолдауы. Жақсы нәтижеге жеткен серіктесі, жаңа мен айтқандай, құттықтауы керек. Күшті команда, ол бір-бірін көтерген команда деп айтамыз. Енді біздің әрекет мақсат жазу, күнді мақсатымызды жазуымыз керек. Ең бірінші әрекетіміз. Әлеуметтік желіде парақшамызды реттеу, яғни TikTok парақшамызды, Instagram парақшамызды, Facebook дейміз, соның бәрін реттейміз. 5 адаммен байланыс орнатамыз. Яғни сізге хабарласты ма, эфирден адамдар шықты ма, сол адамдармен күнде байланыс орнатуымыз керек, олардың тыңдауымыз керек, жаңағыдай қызығушылығын арттыруымыз керек. Және пайдалы контенттерді жариялау арқылы біз солай апталық нәтижені талдаймыз. Ең басты тапсырманы мінсіз орындау емес, тұрақты орындау. Көрдіңіз ме? Менің қолымнан келе ме деп ойлағандарға нәтиже бір күнде келмейді, бірақ күн сайын жасалған әрекет бір күні нәтижеге береді. Бүгін сізге бір адам жауап бермеуі мүмкін, ертең екінші адам қызықтырмайды. Енді әртүрлі нелер болады ғой. Бірақ сіз тоқтамасаңыз, үйренсеңіз, тәжірибе жинасаңыз, өз жолыңызды табасыз. Бастысы тоқтап қалмау, ең бастысы тоқтап қалмай. Осы зумнан бір ой алып шықсақ, бізге жеткілікті. Яғни мен өз нәтижеме өзім жауаптымын деген адамдар компанияда міндетті түрде биік нәтижеге жетеді. Компания міндетті түрде мүмкіндігін береді оларға. Команда қолдау көрсетеді. Әрине, лидер бағыт береді. Ал әрекет ету өз қолымызда біздің. Сондықтан да айдың аяғына дейін мен осы айда өзімнің жеке белсенділігімді арттырамын. Жаңа адамдармен танысамын, презентацияларға шақырамын, мықты серіктес қосамын, және де алда тұрған 10 жылдық форумымыз, біздің халықаралық форумда мен командамен биік дәрежеге жетемін деп алдымызға мақсат қойып, соған жетіп, соған мүмкіндігіңізше сенсеңіз өзіңіз, міндетті түрде біз барамыз мүмкіндікке, сол нәтижеге жетеміз. Енді менің бар ойым сол, осы интернет арқылы жүйемен. Енді құрметті әріптестер, білмеймін, интернет бүгінгі дайындалып үлгерген жоқпын, шын айтсам, жаңа басында айттым ғой өзім. Енді интернет арқылы бизнес құрудың негізгі бағыттары осы. Күнді іс-әрекетім менің осы. Таңертеңнен мақсат жазамыз, эфирге кіреміз, стримнен адам аламыз, адамдарды үйретеміз деген сияқты, күнді осындай әрі қадам жасаймыз. Кішкентай қадамдардан тұрады ғой, соның зато тұрақтылық. Сондықтан да ең бірінші осы жаңа мен айтқан 3 ойды есте сақтасақ болады. Біріншісі ол мақсат, қайда бар жатқаныңызды білуіңіз керек. Ең бірінші мақсатымыз, мен қайда бар жатырмын. Екіншісі білім, күн сайынғы үйрену, көрдіңіздер ме? Үшіншісі ол жаңа мен айтып кеткен әрекет, білгеніңізді іске асыруыңыз керек. Мен, например, білгенімді мен қаншама осы өнімдер туралы, осы компания туралы мен білемін, сол жайлы мен күнде осы стримді ақпарат беремін, жеткізе аламын адамдарға. Интернет дайын ақша емес, ол сиқырлы құрал емес. Интернет ол біздің мүмкіндігіміз. Ал сол мүмкіндікті нәтижеге айналдыратын. Біздің әрекет, күнделікті біздің әрекетіміз. Бүгінгі қатысқан үлкен рахмет. Басқасын қараңыз.
ау әрқайсыңызға мол мүмкіндік беремін, енді береке, күш қуат және де үлкен нәтижелер тілеймін осы біздің алдымызда келе жатқан форумымызға. Енді айтады ғой, енді жаңа қолымнан келмейді, мен не деп айтамын, мен бұндай жаңағыдай бастамалар жасай алмаймын деген, камераға қарап сөйлей алмаймын дегендерге, егер мен мүлдем әрекет жасамасам, бір жылдан кейін қай жерде боламын деп өздеріңізге сұрақ қойыңыздаршы. Мен ертең бір жылдан кейін қай жерде боламын? Одан кейін екінші сұрақ, егер мен бүгіннен бастап күн сайын сәл кішкентай қадамдар жасай отыра, бір жылдан кейін мен қандай нәтижеде боламын? Міне осы екі сұрақ өздеріңе күнде сұрақ қойып отырыңыздар. Ең бірінші біз күнделікті істейтініміз, бірінші пайдалы сторис қоямыз, адамдарға құндылық беретін ақпараттар, құнды ақпараттар. Екіншісі жеке сторисімізді қоямыз, және де өзіңізді тұлға ретінде көрсетіп отырыңыз керек, және де 3-5 адамға кері байланыспен жасап отырыңыз керек. Осы енді менің білуімше осындай интернет арқылы бизнес құру деген. Рахмет. Әсем? Өте керемет. Аз да болса дайындалған. 30 минуттың ішінде зыр етеді. Запись выключи, да, Айжан, сейчас остановить запись. Обратные связи болса, тоже можно. Что это, да? Хорошо, пока не буду. Сәуле, мен Сәулені таныстырмаппын ғой. Сәуле біздің Әсемнің сестренкасы, да? Сестрасы ма? Сестрам, үлкен сестрам. Мен Жұлдыз екеуміз сияқты. Вот Әсеманың сестрасы бизнесқа қанша болды келгеніне? Неше жыл Әсеманы көріп жүрсе де, бизнесқа осы жақын арада келді, да? Когда Әсемада өзгерістер болған кезде, Әсемдердің жағдайларын көрген кезде, сол кезде барып сене бастады. Сондықтан жақын адамдар сразу сенбейді. Қазір мысалы бизнеске кірдім, ой күшті екен, бірге істейік десе, кейбіреулері туыстар особенно айтады, ой жоқ деп, даже тыңдамайды да. Өйткені күнде көріп жүрген, әй осыдан не шығады деп те может ойлауы мүмкін, да? Вот сондықтан результатқа тырысу керек. Результат болған кезде туыстарың да, айналаң да, жақындарың да уже саған басқа көзқараспен қарайды. Сенімділікпен қарайды. Бұл жерде бір нәрсе бар екен ғой, сенуге болады екен ғой деп. Сондықтан міне Сәуле қазір алтын дәрежесінде статусындасың, Вот бұйырса міне бриллиант статусын жабады деп қояйын, мынандай энергиямен тілеймін бриллиант статусын жапқаныңды. Рахмет айтам. Шында да адамның мақсаты алдыға қарай жетелейді, значит, үлкен мақсаты бар Сәуленің ішінде. Үлкен табысқа шықсам деп адамдар, негізі біздің бизнесте үлкен ақшаның көзі бар. Вот соны көрсе, кішкене сезінсе, ішкі бір күймен или бір қандай да бір сезіммен сол жерде көп ақша екенін, бар екенін сезінсе, қазір істеп жүрген адамдар көріп жатыр ғой, каждый адам көреді. Только соны сезіну керек. Ең мында ақша бар екен ғой деп. Вот соны Сәуле сезді, да, Сәуле? Бұл жерде ақша бар, бұл жерде жұмыс істесең, әрекет етсең, саған төлейді деген кезінде сондай сезім менде де болған. Ой, қандай керемет компания, қандай керемет интернет деп. Вот сондықтан энергияларыңыз жұмсасаңыздар, алдарыңызға мақсат қойып, айтады ғой, мен мысалы бір жылдан кейін қайда боласың деп айтты ғой және Сәуле. Шында да, егер түк істемесең, осып жүре берсең, бір жылдан кейін қайда боласың? Егер де бриллиант жабам десеңіз, ойлаңыз, мен қазір осындай статустамын, бриллиант қандай? Мен бриллиант жапқан кезде қандай болам? Мен осып отырмайтын шығармын, эфирге бірдеңе деп айтатын шығармын, мен де бірдеңен сөйлеуім керек шығар деп бриллиант статусында болғанда. Қандай болам деген сұрақты қойып, не істей алам деп, соған қарай талпынып әрекет жасай берсеңіздер, ақша артыңызды арттарыңыздан қуып жетеді, сіздің әрекеттеріңізге қарай келеді ақша. Вот сондықтан бәрі өзіміздің қолымызда. Керемет Zoom деп айтам, кім өзінің тәжірибесімен, энергиясымен бөлісіп, шында да қазір міне интернет арқылы, стрим арқылы
команда жинап жатыр, ешқандай жерден емес, былай емес, туысын бүйтіп әкелген емес, сен кір, сен істе деп. Именно интернет арқылы өзінің жаңа негізі жаздым деді ғой, каждыйын жазып алып, керек болмай қалды деп. Негізі жазған дұрыс. Айтады ғой, даже шпаргалкаға дайындалған кезде бала, оқушы, каждыйын жазған кезде миында қалады. Ол шпаргалканы қолданбайды, но миға кәдімгідей трафарет сияқты жазылып қалады. Вот жазғаның дұрыс. Сондықтан айтады ғой, не нәрсені жазсаң, даже мақсат, қағазға түспеген мақсат, ол орындалмайды дейді. Өйткені сен жазған жоқсың ол мақсатыңды. Ол мақсатыңды миыңа көрсеткен жоқсың. Жазған кезде каждый буква бүйтіп миға жазылғандай жазылады. Вот сондықтан мен осылай қанша табыс қалаймын, қандай мақсатым бар, соның бәрін айтқан кезде, сіз жазсаңыздар, соны неге күнделікті жаз дейміз. Вот күнделікті жазсаңыздар, сіздерге сол әрекеттеріңіз кәдімгідей немене береді, энергия береді. Добрый вечер. Вот. Нәтижесін береді. Нәтижесін береді. Біздің зұлбастарды мына жақта. Ал, жарайды. Рахмет. Кеш жарық, әріптестер, қалайсыздар? Аман есенсіздер ме? Иә, талай болды бізде жоғалып кеттік. Енді мына бүгінгі жоғалғамыз жоқ, жұмыс жасап жүрміз. Бүгінгі міне Сәуленің беріп отырған сабағынан өте керемет, өте керемет. Өзіне өзі шешім қабылдап, алдына мақсат қойып, іс әрекет жасағанына көп болған жоқ. Соның өзінде алдына мақсат қойды, іс әрекетін жасап жүр, өте керемет нәтижелерін көрсетіп жатыр Сәуле, өздеріңіз де көріп жүрсіздер, иә. Сол осы бетіңнен тайма, оны енді жаңа ғана яхтадан секіргеннен ақ көргеніммен, оның өзі сол кезде бұл Сәуле неге қайта-қайта секіріп жүр екен деп, ана бір мен ылғи күліп айтамын, бірақ та енді әр нәрсенің өзінің несі бар ғой. Ерлан бір тауда жүргенде бір торғайды көрсетіп еді ғой, суға қарсы жүзіп. Қысты күні суға қарсы, судың ішіне қарай секіріп, судың ішіне қарай секіре береді. Енді ол өзінің сондай бір енді қаршадай қыз ғой, былай қарасаң, қаршадай нәзік қыз, анандай яхтадан секіріп, алдына мақсат қойып секіріп жүр ғой, алдына мақсат қойып секіріп жүр, оны біз одан екі есе үлкен, біздер соны істей алмай қойдық, шын айтқан кезде. Вот сол кезде осындай өзінің бір ішінде стержені бар екенін, өзінің мына характерінде мен істесем осыған нәтижеге жетем деген өзінің алдына қойған бір үлкен мақсаты бар екенін көрсетіп, сол кезде іспенен көрсеткен, әлдеден іспенен көрсетіп келе жатыр. Өте керемет. Жаңағы сабағынан айтып отырған кезде, қаншама естіп жүрсек те, мен мысал үшін алдарыңа мақсат қойыңдар, мысал үшін өзің күнделікті сұрақ қоюың керексің. Мен не үшін жүрмін, бұл өмірге не үшін келдім, не үшін мен отбасын құрдым, не үшін мен бала таптым, не үшін мен осы енді кім қандай іс әрекет жасап жүр, иә, бизнес жасап жүр ме, тағы бір нәрсе жасап жүр ме, үйде мүмкін тек отырсыз ба, бала бағып отырсыз ба, соның өзінде әр адам өзі жеке адам ғой, өзімізге өзіміз сұрақ қойсақ, сол сұраққа жауап табады екенбіз. Мен енді бұрындырақта кішкене тоже кішкене түсінкіремейтім, қалай мен өзімді тыңдаймын, қалай мен оны өзіме сұрақ қоям деген сияқты. Қазір менің басымда тоже жаңағы өзіме любой нәрсеге сұрақ қоям ғой, неге деген. Сол кезде өзі жауабын алады екенбіз. Одан кейінгі жаңағы мен айттым ғой, бұрын сетевой бизнесқа ең бірінші свобода, ол кезде орысша сөйлейді бәрі. Свобода деген сөз үшін келгем негізі, бірақ та өзім соны до конца түсінбей тұғым, свобода деген сөзді. Енді қазіргі жаңағы сабақтан түсініп отырғын, мен финансовый свободаға кеппін ғой деп өзіме не келді, инсайт келді. Шынымен де мен финансовый свободный болғым келеді екен. Енді бәрбірде сол енді ақшаға кеп тірелмейік десек те, бізге свободаны беретін сол ақша ғой. Ақшаң бар болса ғана біз бір нәрселер істей аламыз. Ақшаң жоқ болса, достар, тыпырлап бір орыннан тұра алмай қаласыздар. Сол үшін өзімізге өзіміз сұрақ қойып, ары қарай өз бизнесімізді, әркімнің өз бизнесі. Егер де бизнес жүрмей жатса, егер мысал үшін болады ғой, сондай бір өздеріңізде сондай бір моменттер бар болса,
или анау сөйтіп айтып жатыр, мынау бүйтіп айтып жатыр деген сияқты сөздер естісеңіздер, қазіргі кезде ешкіммен шаруасы жоқ. Әр адам өз өмірін өзін қолына алып, любой семьяңда әр бала, әр отбасындағы әр мүше өмірге неге келдім, мен не істеуім керек деген сұрақты өзімізге қоюымыз керек екен. Сондықтан тек қана алға, молодец, Сәуле. Вообще, сенен мынандай мықты спикер шығады. Сондықтан мен өте қуаныштымын біздің арамызда, өз командамызда осындай керемет жандар келіп қосылып жатқанына. Осы жерде отырғандардың барлықтарыңыз іштеріңіздегі істердің дейді ғой, бәрі мықты, бәрінде мықты. Просто Баруымыз керек. просто бір ана ауыздан жаңағы Сәуле сияқты яқтадан секіресіздер ме, парашюттан секіресіздер ме, сондай бір нәрсе істеп алу керек екен. Рас. Вот сол үшін сол кезде ашылады, адамның ашылады. Даже шетелге шыққанымыздың өзі, маған мысалы үшін шетелге шыққан менің мына кругозорымда өмірдегі ана шет пен мына шет бар екен ғой, океандар анандай екен ғой деген сияқты менің өзім ішінде сондай бір не бар да, мә, өмірді күшті істеуге болады екен ғой деп өзім мотивациялам. Сол сияқты рахмет, Сәуле, молодец. Зеленый бриллиант бол. Тез жабасың, уже сен бриллиантсың, жабам. Любой нәрсені қазір мен жабалам ба, жабалмайым ба деп жүрген не пойдет, достар. Жабалмайым ба, жабалам ба деп жүрсеңдер, сөйтіп жүре бересіңдер. Конкретно мен бриллиант жаптым, міне, жаптым. Жоқ болса да жаптым. Менің доходым 2000-5000 доллар. Жоқ болса да айту керек екен соны. Соны сол кезде ғана мына тело сене бастайды екен. Рахмет, мен өзім не жүргізіп кетпейін. Рахмет, иә.